Ассалаумағалейкум, құрметті Шымкент қаласының тұрғындары. Бүгін мінекей 8 шілде 2025 жыл. Бүгін біздің қала әкіміміз Ғабит Сыздықбектің туған күні. Мен өзім жаңа туған күнімен құттықтау хат жіберіп қойдым. Айтайын деп жатқаным мынадай ғой. Құдайға шүкір, мінекей 30 жыл деген кезде бізге алғашқы рет өзіміз армандаған әкім келді. Қандай әкімді армандаған бәріміз. Бұрынғы әкімдердің ішінде не деген сатқындар бар еді ғой. Жерін сатқан, отанын сатқан, қатын баласын, үйінде бәрін сататын, кеше қиырлы заманда жазғандай, әуелі сондайға дейін барып қалған адамдар болған тұғын. Қаланың түкпір-түкпірінен бос жер, ұлтарақтай жер тапса бәрін сатып өліп барады. Мінекей соның барлығын реттеп, тазалап істеген осы өзіміздің әкіміміз Ғабит Сыздықбек. Барлығының артынан тазалау оңай болып жатқан жоқ. 30 жыл тұшқан нәрсені тазалау өте қиын. Мінекей Құдайға шүкір бәріміз кімді іздедік? Таза болса екен дедік. Ешкімнен пара алмайтын болса екен дедік. Адал болса екен, халыққа қызмет қылсын екен деп. Құдайға шүкір, мінекей келді. 2 жыл болды қызмет қылғанына. Мен айтып едім ғой, қолымды кесіп беремін, егер сол бір тиын пәре алды деген сыбыс шықса деп. Шықпады. 2 жыл таза істеп жатыр. Білмеймін, Қазақстанның басқа жағына мен жауап бермеймін, бірақ бізде Шымкентте бүгінгі күні бір тиын пәре алмайтын әкім, халықтың армандаған әкімі келді. Өздеріңіз көрдіңіздер, ешкімге жағымпазданып жатқан жоқ. Әкім өзінің ісімен дәлелдеп жатыр. Қаламызды қандай көркет жіберді, келгендер қайран қалып жатыр. Қаламызға адамдардың бәрін жаңағы құрмысқан ұясы ұқтатып, жер жаһанның бәрін сатып өліп жатқан кезде бұрынғылар. Бұл әкім адамдардың жүретін, серуендейтін орны керек. Өйткені біз адамбыз ғой. Бізге үйіне келіп сен құрмысқа апшак емес қой, саған келіп жатасың, тығыласың, жұмысқа барасың, қайтып келесің. Қай кезде серуендейсің, қай кезде жүресің. Мінекей соның бәрі керек болды. Шетелге барсақ, ойбай, мыналардың паркын қарашы, мыналардың қарашы, мына серуендейтін іскерлері бар екен дедік. Жоқ, әкім бәрі осыдан бастады. Қаншама ғимараттарды қайтарды, оның бәрі оңай емес. Қаншама жерлерді қайтарып жатыр, оның бәрі оңай емес. Олардың бәрі бұрынғы отырып қалғандар. Олардың ақшалары, таныстары бар, төбеге шығып тастайтын, тастап біздің әкімге қарсы бәрі бірігіп алып соғысып жатыр. Бірақ біздің әкім, нағыз әкім, қайтпайды, халық үшін қызмет қылып жатыр. Бір тиын пәре алған емес. Қаншама тендері, госзаказ бәрі өтіп жатыр. Бір тиын, бір саусағын салған емес. Міне осындай әкім емес пе? Бүкіл Қазақстанда бәріміздің армандағанымыз. Құдайға шүкір келді. Ұзақ сөз, тілекті қазір бәрі айтып жатқан шығар. Мен бір нәрсе айтамын. Ғабике, рахмет сізге. Мен өзім тілегім соңында жаттым ғой. Болашағымыз уайымсыз болсыншы. Бұрын СССР кезінде біз болашақта ешкім қорқпайтын ек, уайымдамайтын ек, болашақ нормальный болады, болды деп. Міне дәл сондай сезіммен осы Шымкент қаласының тұрғындарының бәрі болсыншы. Қалтырап, дірілдеп, ертең не болып қалады, мен ауырып қалсам, балашағым қалай күн көреді, анау қалай күн көреді, мынау қалай күн көреді деп бәріміз дірілдеп, қорқып өмір сүрмейік. Уайымдамай сөйік. Тек байлар ғана емес, бүкіл шымкенттіктерді айтамын. Бәріміз уайымдамай өмір сүретіндей болайық. Болашағымыз уайымсыз болсын. Осындай әкім бәріңізге бұйыра берсін. Ғабеке, 1000 жасаңыз, қаланы әлі де жайнатасыз. Ал мен үнемі қолдаймын. Мынау бүкіл дамыған елдерде, шет елдерде менің әкімім, менің президентім деп айтатын себептері оған 100% сенгесін айтады. Мінекей мен қала әкімі, менің әкімім деп көкірегімді ұрғаным сол. Бәріңіз де айтыңыздар, менің әкімім деп. Өйткені бұл әкім таза, бұл әкім үшін ешқашан ұялмайсыздар. 10 жыл өтеді. Менің бір мынандай сұрағым бар еді. Ғабеке, мен сіз үшін қолымды кесем деп отырмын. Ертең бірдеңе алып қойып, масқара болып қалмайын ба, мен қолсыз қалып кетпеймін ба деген кезде Ғабеке маған әдемі айтты. Бәке, мені бірдеңе алады деген адам өмірінің соңына дейін күту керек болады деді. Яғни, ол бұл дүниеден өтіп кетсе де менің алғанымды ешқашан көрмейді деген. Мінекей, Құдай осындай біздің әкіміміз сияқты таза шенеуніктерді Қазақстанға көп деп бұйыра берсін. Сол кезде біздің болашағымыз жарқын болады. Сіздермен болған Бақытжан Көпбаев. Ғабеке, көп жасаңыз, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Красавчиксіз. А мен сіз үшін до конца тұрып беремін.